бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге дейді достар. Короче, біз бүгін көріп тұрғандарындай менің артымда тұрған YouTube хаусқа емес кузницаны так жөндейтін боламыз. Типа кузницаны сәндейміз, және де мен кузницаны сәл YouTube хаус жаққа алып барғым келіп тұр. Себебі бұл мына жақта біртүрлі көріне ма, бұл ауылдың бір шет жағы болып қалды ма. Короче, сендер арна түрге лайктарына кеттер, ал біз кеттік. Короче, достар, бізде мына жерде кузницамыз осындай болып тұр екен. Мен оны хочу там примерно осы жақтарға ма салғым келеді. Себебі өзіміздің YouTube хаусқа жақын болса деп ойлаймын. Так, YouTube хаустың светтері өшіп тұр екен. Ну и ладно, дайте мынаны постройкасын ар жаққа көшіретін боламыз. Так, бізде бұның іші как обычный болып тұр. Міне мына жерде дым жоқ, кәдімгі сундукта да дым жоқ, кәдімгі кровать, басқа дым жоқ. Бізде мен осыны сәл де болсын бір примерно бар ғой, примерно мен осы жаққа үстіп салсам нормально болады. Зато үйден жүгіріп кеп бетіп кіріп кететін дегенде. Дайте салып көрейік. Короче, достар, көріп тұрғандарындай бізде кузница орнында жоқ. Да? Міне мына жерде бұрын кузница тұрған болады магазинде, и бұл қазір орнында жоқ. И мен оны мына жаққа алып келем дедім, бірақ бұл жақта типа біртүрлі көрінеді. Сол үшін мен бұны көріп тұрғандарды мына жаққа алып келіп қойдым. Қалай нормально жерге алып келіп қойдым деген ойдамын. Мына жерде басында бір басқа үй тұрған, бірақ оны сындырып тастадым. Міне зато бізге де удобно да. Так, YouTube хаустан келеміз да, и мына жақта келіп, осы жаққа келіп жүгіріп арғы жаққа емес мына жаққа кіріп кететіндей нормально болды. Бірақ біз бұл бөлімде кузница саламыз емес, кузницаны сәндейміз деген болатымыз. И мынаның ішін қарандар, кең болып қалған, я прям. И давайте мен ішіне ештеңе кіргізбедім. Давайте осыны қазір бірге сәндейтін боламыз. Короче, достар, біз сәндейміз дегенде прям бит сәндемейміз, но жөндестіп қоямыз. Я жетер. Короче, жөнде просто кузницаға керек нәрселерді қоямыз. Давайте бірінші фонарлардан бастап жарық беріп шығайық кузницамызға. Давайте примерно осы жерлерге бит қоя саламыз. Жарықта аса маңызды емес дей алмаймыз, бірақ жарық өте маңызды. Я, давайте бізде сол қалпы орындармен тұрады, бірақ сәл бұрынғыдан өзгеше болады. Себебі қарандар, себебі біз осында гөл отырғыз қойық, немесе орындарын ауыстырып қойған жақсы ма, я? Дайте осылай қоямыз да наны, и сундукты мына жерге қоямыз. Өзде мына жерде горшокта мына гүл тұрады. Мен бірақ горшок алмаптым. Ладно, қазір ала саламыз. И бізде как обычный красный кроватымыз. Кровать. Короче, төсегіміз. Потом бізде бұл менің төсегім. Ладно, кейін бізде дальше көріп тұрғандарды кілем жаямыз біз. Дайте шеттерін қызылмен істеп шығамыз осылай. И және де біз және де не істейміз, айтайын ба? Қазір көретін боласыңдар, айтпай қойын. Сендерге бір интрига болсын. Дайте налар тез осында салып, жайып тастауымыз керек қой. Мына жаққа қоймай қойын, я? Дайте мына жаққа қояйық. Мұнда қояйық. Мұнда қоюымыз керек. Қойыла ма? Все. Дайте кейін примерно осында и осында қоя саламыз да, ал іштерін аппақ қылдырып, белый кровать, белый кровать септім, ковер. Короче, кілем төсеп шығамыз біне. Z болып қалды нау. Дайте, Z деген бір түрлі көрініп қалды ма, я? Или нормально ма? Өздерін біліңдер. Короче, комментарға жазып кетіңдер, паласты ауыстырайын ба хотя түстерін, либо осылай қала берсін ба. Дайте біз нандай ақ туптан алайықшы, кейін горшок алайық. Міне нандай ақ жараса ма, я? Сәл ақ түс болған әдемірек көрінеді. Дайте гүлна жерге сия ма? Міне әдем болды, я? Міне нормально, сәл ескі кузницамен қашанғы тұрамыз, я? Дайте нормально болып қалды. Мына жерге бір ақ коврик төселе ма?
жоқ төселмейді екен. Ладно, міне осындай нормальный болып шықты. Мына жерге бір стол керек па, керек емес па, қалай ойлайсыңдар? Типа ноутбук, сондайлар тұратын стол негізі керек па? Керек кезде қойып аламыз, я. Так, бізде, думаю, мен кузницаны нормальный жерге ауыстырдым деп ойлаймын, себебі бізде кузница алыс болушы YouTube House-қа. Неге мен ойлайсыңдар ма? Типа, неге қызыл мен ақты таңдадым деп. Себебі біздің YouTube House-мыздың түсі сондай. Қызыл мен ақ. Міне нормальный болып қалды, қалай ойлайсыңдар? Думаю, меніңше нормальный болды. Короче, достар, бізде осындай видео шыққан болатын. Міне, бізде уже кеш батып жатыр. Думаю, кузницаның іші нормальный болып қалды. Қараңдаршы, кәдімгідей прям не болып қалды, өзгеше әдемі болып қалды. Дайте, онда осы жерден видеоны аяқтайық. Сендермен болған дети, видеоны зарына тіркеліп, лайктарын басып кетіңдер. Ал мен өзіміздің YouTube House-ға кеттім. Короче, давайте. Кузницада ұйықтайтын болып шештім мен.